Так, бүгінгі біздің басты сабағымыз, сразу айтайын. Бүгін біз сабақтың уақытында интерактивный түрде Tkinter былтыр алдыңғы сабақта қолданған модуль арқылы әдемі етіп приложение деппін ғой. Әдемі етіп кішігірім интерактивный қосымша жасаймыз. Оны жасау үшін бізге сол баяғы Python қажет. Python арқылы жұмыс істейміз. Ал егерде сұрақтар болса, біздің ережелерді білетіндей чат бар, чатқа жазуға рұқсат. Егерде сұрақты қол көтеріп қойған жөн. Егерде сұрақтар болса. Сабақтың уақытында егерде сұрақтарың болса, обязательно қол көтеріп, содан кейін уже сұрақ қойған жөн. Бөлген кезде ой бөлініп, ары қарай уақыт бөлініп кетеді. Сабақтың уақытында бізге Visual Studio код керек. Visual Studio Code. Егер де сендер енді сабаққа кіріп жатсаңдар, Visual Studio Code жазып алу үшін Google-ға VS Code деп жазамыз осылай. VS Code деп жазамыз, и осы жақта осындай үлкен сайт болады. Осыны кіреміз. Кенен кейін Download for Windows дегенді ашамыз да, кіріп скачать етіп аламыз. Скачать етіп болғаннан кейін осындай приложениенің ішінде файл, open folder, открыть папку деген басамыз да, жақта рабочий стол таңдаймыз, потому что рабочий столда көбісінде. И папка бізде уже дайын тұр. Lesson Class, осыны кіреміз. Выбор папки, хорошо. Так, бұл жақта файл создаем. Біздің сабақтың басты мақсаты интерактивный garden, сад, бақша. Сол үшін garden.py деп жазамыз. Garden.py'дан кейін біз бұл жақта ары қарай жаза бастаймыз. Так, кодты бастайық. Кодты бастар алдында бізге әлбетте Tkinter деген модуль қажет. Оны жазу үшін терминалға жазамыз. Pip install Tkinter. Егерде ошибка шықса, сенде уже скачанный деген сөз. Дальше жазайық. Import Tkinter. STK. Import random. Import time. Root title Garden Simulation. Симуляция гардена. Canvas. И размерін келтіреміз. Бізде цвет болсын light blue болай берсін. Бұдан кейін Canvas Pack. Бұдан кейін Canvas точка жоқ. Так. Canvas.pack. Flowers. Функция flowers массивін жасаймыз. И angle 0 Вт. Градус болады бұл. Бұдан кейін біз класс создаем. Опы сабағындай flower деген. И осының ішінде біз definite обязательно пишем двоеточие, екі нижнее подчеркивание. Definite self x y. Self red, yellow, pink, purple, orange болса. Angle бізде. Так, angle болмайды. Petal count негізі болмайды. Так, по размерам келтірейік. Түсімес болар. Size бізде рандом бола берсін.
self growing, true, self offset, random uniform, 2 py. Так. Вроде осыдан кейін осыда келесі метод жазамыз. Келесі метод бізде throw болады. Throw уже бізде свой machine. Ой. Self offset 5-ке көйтеміз. Мазды скачать етпегенбіз. Бұл көттік импорт маз. Дальше. Қайсы? Дальше petals деген функция, не, переменный создаем. Бұл переменный бізде 6 деген ие болады. Petals деген бізде листочки, жапырақ деген мағына. For hidden range petals. Это. I use way. Пиццы. После этого fill size, canvas grid oval. Хорошо. После этого создаем canvas осы циклдың сыртынан. То есть ол центр бар. Центр. Так, центрдан кейін. Так, сұрақ қоя беріңдер. Не үшін Python до сих пор русский языкке аудармаған и өте популярны ғой, неге тек қана ағылшынша, неге басқа языктерге аудармайды? Себебі ондай бар негізі орысша, бірақ ешкім орысша қолданбайды. Ағылшынша миллиардтаған адам қолданса, орыстар орысша бір 100 миллион, 300 миллион адам қолданады. Сондықтан да солай ағылшынша қолданылады. Орысша керек емес, ағылшынша дұрыс қой негізі. яғни логика бойынша аудара алмайсыз. Түсінбедім. Логика бойынша тілді болады негізі. Түсінбедім мен сен сұрағын. Так. Update self-ті қолдандық. Егерде self-growing and self-size 50.
нөлді ба. Else self-growing false. Grow, update, и после этого создаем переменную, который бізде солнце болады, то есть солнце күн болады. Күннің размері 100 болсын, clouds бізде болады random main range болсын. И уже def, да, сұрай беріңдер, dropsen. Ағай, осы кодты Google-дан істей бере ма, немесе скачать ету керек па? Нені скачать ету? VC кодты. Кодты скачать етесің. Жарайды. Так, dropsen. Global angle. Ағай, не ма бұл? Ненің коды мен просто кешіп кіріп едім. Сабақ уақытында жаңа айтқан. Сабақ уақытында айтқан. Уақытында біз Tkinter модуль қолдана отырып, әдемі garden, бұл қазақшасын бақша жасап жатыр. Ол қалай жасалынады, графический түрде қалай жасалынады, то есть 2D түрде қалай код арқылы істеуге болатынын көрсетіп жатырмын. Canvas delete. Так. Тут. Canvas script. Скриптовала текст арқылы. Жақта біз Canvas rectangle сіздік. Санды жасадық. Келесі for циклі арқылы Stain clouds C0. Ағай, соны аналар не ол? Налар деген не ол? Қайсын айтады? Сіз Үш. жазып жатқанда. Біз Tkinter қолдана отырып, қазіргі уақытта класс жасап жатыр. Класстың аты flower. Flower дегеніміз аударған кезде гүл деген мағына білдіреді. Гүлдің басты мақсаты бұл жақта біз объект создаем, и объекттің ішіне данныйлар саламыз. И біздің данныйларымыз ол координаты. Координаты жөнінде өздерің білетіндей математикада бізде система бар, система координат. Мысалға айтқан кезде осы математический точкаларды қолдана отырып, біз қай жерде орналасқан, қай жерде қойған қолдана отырып, draw функциясында, draw методында біз синус пен косинусты қолдана отырып, размер өзгеруін орнына келтірдік. То есть petals дегеніміз бізде лепестки дегеніміз ол гүлдің түрлі түсті болатын цветі сол petals деп аталады. Сол petalsты қолдана отырып, олардың белгілі бір angle неге өзгерісін біз математический косинус px координацияларын өзгерісіне қарастыра отырып, олардың цветтерін рандомды түрде көрсете отырып өзгерте отырамыз. Canvas script oval бойынша yellow ол деген сердцевина, то есть ол деген гүлдің ортасындағы цвет. То есть біз осы flower классы арқылы оның код арқылы математический түрде қиындатып емес, осы математический түрде қолдана отырып, Tkinter графический жерінде, графический модулінде біз
әдемі әдемі бақша жасап жатыр. То есть біз кнопканы басқан кезде бізде гүл пайда болады. Осыны жасап жатыр. Сосын тек гүл болмас үшін біз деген clouds, то есть clouds деген переводе облака қазақша бұлт жасап жатыр. Қазір clouds бұлт жасап жатыр. Егер де C300, C200 рандом бренд келтірдік. Енді событияға арналған функция жасаймыз. Def grow flower event. Бір осыны қолдана отырып, біз canvas build'ты кнопкаға келтіреміз. Button, то есть кнопкаға келтіреміз. Енді кнопканы басқан кезде бізде цветок пайда болу керек. Бірақ та оның пайда астында біз деген обязательно шақыру керек біз функциямызды и root main loop келтіреміз. Кодты толыққанды басынан келіп түсіндіріп қайтайық. Tkinter ол бізде модуль, рандом өздерің білетін модуль. Python қолданған кезде біз бұл жақта root оларды инициализациядан өткіземіз. Біз деген приложение графический түрде оны айналдыра отырып, қазіргі уақытта оны атын келтірдік. После этого біз деген сыртындағы арт свет келтірдік. Цвет бізде light blue, ол деген ашық түсті көк теманы біледі. Келесі flowers деген массивтің ішіне біздің flower енді гүлдеріміз саламыз. Angle дегеніміз ол градус. Қай жаққа қарап, қай жаққа өзгеретінін көрсетеді. Class flower арқылы біз осы гүлдерді создать етеміз. Оны үшін біз инициализациядан өткіземіз. Инициализация дегеніміз не десеңдер, бізде класс бар и класстың өзгерісі бар. Класстың өзгерісіне әкелу үшін біз деген объект керек. Объектті создать ету үшін инициализация керек. Инициализация дегеніміз ол бізде осы біздің гүлге белгілі бір өзгешеліктерді әкелу. Оның орналасқан жері и оның размері, оның цветі, оның барлығы бізде оның әдемі болуға, әдемі жасауға арналған функция деп атайды. Келесі def draw мен update ол бізде осы гүліміз суреті шығу үшін арналған метод. Ол үшін бұл жақта бөлі қиын. Бұның бәрін түсіне алмайсыңдар, сондықтан да жай ғана сендерге қызығушылық пайда болсын деп қиындатылғанды оңай ретінде көрсетіп жатырмын. То есть біздегі математический функция қолдана отырып, angle-ды өзгерісін ала отырып, өзгеріске әкелеміз. Ол өзгеріс бізде циклға кіреді. Цикл бізде қай жерде орналасты, соған байланысты оның x пен y-ін ала отырып, біздің цветогымыз как будто желге үріліп тұрған сияқты болатындай болады. Соның арқасында біздің әдемі келе цветіміз пайда болады, әдемі келген цветок гүліміз пайда болады. Update осы анимация до конца қайталана берсін деген сияқты. После этого draw scene дегеніміз осы арт жағындағы облака, то есть бұл күн и осының барлығы жасау үшін арналған функция. Ол жұмыс істеген кезде тоже canvas'та қолданылады. Ол canvas жаңағы айтқан Tkinter графический модуль. Графический модульдан кейін бізде сан x800 мұнан барлығы түсіну қажет емес, бірақ та бұл жерде бізде күн пайда болып жатыр деп ойлаңдар. Келесі clouds пен flower, бұл жақта біздің цвет бұлт пен цветок, именно цветок емес, гүл пайда болуға арналған циклдер. Циклдер қайталана отырып, бізде осы функцияларды шақыртылады. И ең соңында бізде def grow деген функциясы арқасында бізде в целом приложение жұмыс жасауға дайын болады. Сонда біздің приложениені қосқан кезде 15 минуттың ішінде біз кішігірім бізде қате бар екен. Қатені табу үшін біз әлбетте чат GPT искусственный интеллект қолданамыз. Қолдану үшін, давайте сұрақтарға жауап берейін бірінші. Tkinter, импорт, Tkinter, Tkinter. Рахмет. Телефонның істесек бола ма? Телефоннан істелмейді. Телефоннан істе қиындау болады. Яғни ретінде
Ағай жазып отыру керек пе? Жоқ, сабақ уақытында сендер жазуға міндетті емессіңдер, потому что біздің бүткіл сабақ записі, міне записі барлығы осы Telegram каналға сақталады. Telegram каналдан алып, видеоны қарауға рұқсат. То есть менің видеом көрсетіледі, сол видеоны қарайсыңдар. Так, GPT-ға кірейік, ошибкамызды іздейік. Қай жерде ошибка бар екен, тауып алайық. Кодымызды саламыз. Қатем қайда? Сен код жазып қойғансың, бірақ мен анимация бар бақша шығарып жүріп. Емес. Так, да, сұрай беріңдер. Да, жанынан тыңдап тұрмын. Микрофон қосып сұрауға рұқсат. Так, бізде бұлттарды қозғалысы сен топл кортеж создать еді. Кортежімізді өзгертейік. Cloud. Создать. Так. Осылай. Так, по размеру. Бұл жақта біз қолданысты мен кішкене өзгерттім. Көріп тұрғанда self size әрді қостым. Бұл жақта ол бізге canvas create oval'да өзгертеді. Қосады. Так, приложениені қосып қарайық. О, гүлдеріміз пайда болады. Өте үлкен болмас үшін олар әлбетте лимит қойылған. Кейбір размерлері. Yellow деген цветті алып тастау керек, потому что сары-сары болып кетеді, сап-сары болып кетеді. Так, осылай кішігірім түрде біз толыққанды приложение жасап шықтық. Бұл приложение қосымша приложение емес. Осының арқасында бізде бұлттар қозғалып жатыр, күн қозғалып жатыр, и біз бұл жақта әдемі біздің бақшамызды жасауға болады. Қалай екен, жігіттер, қыздар? Ағай гүлдер бесконечно жасауға өседі ба, бесконечно? Жоқ, олар тоқтайды, міне размерлері бесконечно өспейді. Оны аспанға да қоюға болады, сондықтан да бұл кейбір жерлерін өзгерту қажет. Мына размерден артық шығуға болмайды деген ошибканы жасауға болады. Оны келтіру үшін негізі ChatGPT-ді қолдануға болады. Сендерге үйретейін, ChatGPT-ді вообще в целом өте үлкен искусственный интеллекттердің бірі, который бізге үлкен оңай өмірге оңайшылық алып келеді. Мысалға айтқан кезде біз жаққа біз айтайық, менің кодымда гүлдер аспанға қойылады. Өзге тобы аспанға қойылмады. Осының арқасында біз қазір ChatGPT Так, DevClover 300 размер. И бұл ден аспан бассаң
Ал Девгрок өзгерді. Так. Қалайық? С. Қосайық. Енді аспанға болмайды, бірақ жерге болады. Дайын. Чат GPT арқылы өмірді өте оңайлатуға болады. Соңында біз 15 минут, 15 секундта біздің проблемамыз шешілді. Аспанға істемейміз. Бақшамыз гүлдермен толы. Керемет, иә? Так, енді сұрақтарға жауап беруге болады. Сұрақтарды қойыңдар. Кодты фотоға түсіріп алыңдар. Өздерің жазып, өздерің көріңдер. Так, мен қазір Полностью засадился, полностью. көшіріп алыңдар. Фотоға түсіріп алыңдар. Так, төмен. Так, кімде сұрақ пайда болды? Қоя қойыңдар. Қанат не болды? яғни сол текейдің ішіндегі сол күн бар ғой, сол шығып кетпей ма? Түн. Жоқ, яғни сіз күнді қойсыз ғой. Сол терезеден яғни экраннан шығып кетпей ма деп жатырмын да. Тексеріп қарайық. Күн шыққаннан кейін түн болады ба? Жоқ. Айналып келеді. Қанат. Онда қайталайды ғой. Қайта оны. Ага, я может, когда будет күн айға айналу жасауға да болады ба? Айналдырып, күн то айға айналады, то күнге айналады. То космос болады, то асық небо болады. Оны істеу үшін кішкене басқаша істеу керек. Саған жұмыс ретінде. Идея. Так, тағы да кімде сұрақ бар? Бірақ телепорт еткен екен, да? Ау? Бірақ телепорт еткен деді екен, да?
Так. Кодты фотоға түсіріп алдыңдар ма? Қайта көрсетіңізші код сұраққа сөйлесем. Бетте осы сабақты жазып көріңдер. Өте оңай, ешқандай. Егерде қателік болса, я GPT-ге сұрауға. Так, енді төменге кішкене. Қандай кімде сұрақ? Python'da VS Code'da тексермес бұрын оны бірінші кеңейтемін орнату алу керек. Жүктеп алу деген. Бін. Яғни Python кодын тексермес бұрын оның кеңейтемін орнату алу керек та. Бін. Яғни Python код жүргізесіз қой. Яғни жазған кезде сол кезде яқта өзін Python деген VS Code'да Python деген жүктеп алуыңыз керексіз. Яғни кеңейтімді. Жоқ. Python интерпретер болса, и так уже жасалынады. Бұл сұрағың ба, әлі мен сұрақ қойдым ба? Сол жақта 4 күштен көрдіңіз ба? Соны бас көрін. Жоқ, мен сен түсіндім. Ол плагин туралы. Ол маған неге айтып жатсың? Жоқ, бірінші Python код жүргізу болу үшін соны жүктеп алу керек. Сен басқаларға көмектесіп жатсың ба? Я, дұрыс айтасың. Бастапқыда егерде Visual Studio дегенді ашсаңдар, бұл жаққа Python деп жазып алуға болады. Бірақ та дұрысынан плагинді емес, сразу интерпретер скачивать етілген жөн. Интерпретер дегеніміз, ол интернетте бізде просто мына жақта мысалға Python деп жазамыз. И міне, первый міне welcome деген сайтқа кіреміз. Сол жақ кейін болып бізде скачать деген кнопка болады. Так. Downloads, міне. Скачать деген кнопка болады. Осыны ашып, скачать етіп алған жөн. Сосын Visual Studio'да бәрі жасап кетеді. Так. Осылай толыққанды жазып болдық. Сұрақтар бар ма екен? Сұрақтар болмаса, келесі сабаққа дейін осын жазып көріңдер. Ешқандай қиындық жоқ. Сұрақтар болса, менің WhatsApp нөміріме жазуға рұқсат. Нөмірім 877-280-2135. Осы жаққа жазсаңдар, мен сендерге бәрін көмектесуге дайынмын. Бүгінге осы. Рахмет кіргендеріңе. Егер де сұрақтар болса, қалыңдар, қоюға рұқсат. Жоқ болса, сау болыңдар.